барлықтарыңызға сәлем. Арнама қош келдіңіздер. Тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі тақырып одағай. Одағай толық мағынасы жоқ, адамның әртүрлі көңіл күйін, сезімін білдіретін немесе жан-жануарларға қаратылып айтылатын сөздер одағай сөздер деп аталады. Ерекшелігі, біріншіден, одағайда дербес лексикалық мағына болмайды. Екіншіден, басқа сөздермен грамматикалық байланысқа түспейді. Үшіншіден, одағай сөйлем мүшесі бола алмайды. Одағайдың түрлері: көңіл күй одағайлары, жек көру одағайлары, шақыру одағайлары. Көңіл күй одағайлары: ой, бәрекелді, ойпырмай, шіркін, алақай, әттең. Мысалдар: ой, қандай тамаша деген сөйлемде ой деген одағай сөз тұр. Бәрекелді, өлеңді тамаша айтасың деген мысалда бәрекелді деген сөз одағай сөз, көңіл күй одағайы. Келесі жек көру одағайлары: жә, тәйт, тек. Мысалы, жә, күңкілдеме, немесе тәйт, тыныш отыр деген мысалдарда жә, тәйт деген жек көру одағайлары. Келесі шақыру одағайлары: шөре-шөре, көс-көс, құрау-құрау деген. Мысал, құрау-құрау, құлыным деген сөзде құрау-құрау шақыру одағай. Тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.